екі акша тобынан қабыл алдық. Жігіттер, ойнардан күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат, арзан жалған күлмейтін шын күлерлік ер табылса жарайды қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр құлақ бұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар, абайлар әрбір сөзі өз халінше. Шын көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе, бір сөзімен тұрса екен, жанса күйсе, қырмызы қызыл жібек бозбалалар, оңғақ бұлдай бұлғайды. Бір тым тисе, керегіз бозбалаға талаптылық, әртүрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбір жігіт жүреді, мақтан көйлеп, сыртқа пысық келеді, көзге сынық. Кемді кем, қызық дүние, тату еткіз, етпесе біріндігін бірін жеткіз. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырық талаптығар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзөкел, қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын білмей. Шу дегенде құлағың тосаң сыйды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қалам, алдыңғы айтқанды ұқпай, және айта бер дейді жыр, тыным бермей. Сөз айттым, әзірет әлі айдаһарсыз. Мұнда жоқ алтын ек сарала қыз. Кәрілікті жаманда, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл еместеп, жиренбеңіз, түбі терең, сөз артық бір байқарсыз. Уақыттың шықылдағы емес ермек, хамиша өмір өтпек ол білдірмек. Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті, өлді, тағдыр жоқ, қайта келмеді. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілде күнде сындыр, әлде тындыр. Ақылы анық байқаған қылығыңды, қу шыққан қағасың босқа болдыр. Күн жиылып, ай болды, 12 ай жыл. Жыл жиылып, қартайып қылғаны бұл. Сенген дәурен жалған болса, жалғаны жоқ дәуірім кеңшілік. Абайдың 175 жылдығына арналған челленджді екінші Ескідо тобына жолдаймыз.